Сәлем қыздар, мен есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен ең әуелі кондитерлерге қажетті заттарды толық айтатын боламын. Сондықтан подругаларыңызға WhatsApp-қа барлық жаққа жіберіңіздер. Видеолар, лайк, просмотр көп болса, сіздерге неғұрлым видеолар көп шығатын болады. Пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісуге дайынмын. Ал ендеше кеттік. Ең әуелі әрбір кондитерге міндетті түрде лишний расход болмау үшін весы қажет. Бұл любой базарда сатылады, немесе кондитерлік магазиндерде де сатылады. Бағасы 1000 теңге тұрады. Ең жақсы весы осы. Одан кейін силиконовый осындай ковриктер бар. Қамыр жасауға жақсысы осы. Жұқасын алыңыздар, бұның қалың түрі де бар. Осы жұқасы сіздерге удобно. Және де кольцо деп аталады. Бұл қараңыздар, үлкейеді, кішірейеді. Торт жасаған кезде мына шеттерінде 200, 180 деген сияқты мына шеткі жақтарында жазылып қойған. Яғни 200 дегеніміз 20 сантиметр деген сөз. Өздеріңізге қанша сантиметрлік торт қажет, сонша сантиметрге қоясыздар. Бұның бағасы примерно 1300-1200 теңге тұрады. Одан кейін осындай 4 бұрыштысы де бар. Бұл да кольцо деп аталады, бірақ дәл осының 4 бұрышты, яғни пирогтар жасағандарға осы 4 бұрыштысы жақсы. Міндетті түрде бұны алып алыңыздар. Сіздерге көп көмегі тиеді. Наны крем жасаған кезде де сіздердің торттарыңыз ары-бері жылжып кетпеу үшін таптырмас дүние деп айта аламын. Одан кейін фольга. Фольгадан мен покланды қолданамын. Не себепті именно покланды қолданамын? Себебі басқа фольгаларға қарағанда бағасы кішкене қымбаттау тұрса да, бірақ зато сіздерді жабыспайды. Қайта-қайта фольганы алып, лишний расход болмайсыздар. Және де осындай күрекше, бұл міндетті түрде, неге себебі алған кезде ыдыстарыңыздан бірден барлығын суырып алатын болады. Енді сіздерге насадкалармен таныстырып өтейін. Қараңыздар, міне әртүрлі осындай насадкалар, өздеріңізге ең керектілерін аласыздар. Қандай ұзыр, мысалы гөлі шығарасыздар ма, вупипайға ма? Мысалы мен вупипайға 809 дегенді қолданамын. Одан кейін бір айтатын нәрсе, қыздар насадканы алған кезде міндетті түрде андай алмаңыздар. Көбісі ойбайынан әрқайсысын 300-400 теңгеге алып маған зачем деп айтып жатады. Ішінде бір 10 штугы бар, бағасы 1000 теңге тұрады. Соны алып жатады. Оны алмай қойыңыздар. Себебі ол көп кішкентай болады. Торт жасаған кезде торттарыңыз сіздердің как кукланың торты сияқты кішкентай болып шығады. Сондықтан нанның әрқайсысы 350-400 теңге тұрса да, бір ең керектілерін алып алсаңыздар, сіздерге өздеріңізге удобно. Одан кейін посыпкаларды, міне арнайы осындай мен негізі мынау шеге салатын нәрсе ғой. Просто мен өзіме удобно болсын деп пакетте тұрмай, осылай тұрсын деп барлық посыпкаларды осылай істеп қойғанмын. Яғни тортқа бетіне қойған кезде әдемі көрінеді. Және де красительдер туралы ақпарат айтып өтейін. Қараңыздар. Мына жерде міне красительдер. Маған өзіме негізі топ декордікі ұнайды красительдер. Қараңыздар, байқасаңыздар барлығы топ декордікі. Өздеріңізге ұнаған түстерін ала бересіздер. Бірақ бір нәрсені айтайын. Красительдердің өзі сухой краситель бар. Одан кейін мынау сухой емес болсы. Қараңыздар. Мынау краситель сухой. Пакнардың бұның кішкентайы да бар. Бірақ кішкентайы тез таусылып қалады. Ал мынау 500 граммлық мен көп жасайтын болғандықтан осылай үлкендерін алалам. Зато көп тортқа маған жетеді. Сухой краситель негізі жирный красительдерге қарағанда кішкене көбірек қолданасыздар. Мынау тез бітсе, мынаусы кішкене көбірек қолданасыздар. Сол жағынан сіздерге мынау сухой красительдер экономный вариант. Және де какао. Какао мен міндетті түрде Малайзияны қолданамын. Қараңыздар. Не себепті именно Малайзия? Вупипайға осыны қосқан кезде оригинал вупипайда міндетті түрде какао Малайзия болу қажет. Арнайы құтыда сатпайды олар. Бұның барлығы обычный пакетикте сатылады. Осылай әртүрлі ыдыстарға бүйтіп салып қоятын болсаңыздар, сыртынан жазып қойсаңыздар, сіздерге өздеріңізге удобно. И жасаған кезде де приятно болады. Сусальный золото деп аталады. Бағасы 1000 теңге тұрады. Міне, торттың бетіне қойған кезде декор ретінде кетеді. Бұл желінбейтін декор. Одан кейін мынандай жылтыр неше түрлі нелер бар, посыпкалар бар. Торттың бетіне де сепкенге және де изомальтқа сепкенге жақсы көрінеді.
Бұларды таныстырып өттім, фольганы таныстырып өттім. Енді кондитерский мешок. Кондитерский мешоктың многоразный түрі де бар, және де одноразовый түрі де бар. Менің қолымдағы одноразовый түрі. Бұның ішінде 100 штук болады, бағасы 1000 теңге, 900 теңге тұрады. Одноразовый. Яғни крем дегендердің барлығына осыған естістер, кремдерді қойған кезде сіздерге удобно болады. Бұның многоразныйын алмай қойыңыздар, себебі многоразныйын алсаңыздар, кремді жағып жатқан кезде бір құлап қалса, все, сіздер оны 1800 теңге, 900 теңгеге аласыздар да қайттан алуға тура келеді. Ал лучше 1000 теңгеге 100 штугын алыңыздар, зато сіздерге қаншаға шыдайды. Одноразовый кондитерский мешок. Және де осындай бауырсақ дегендерді істеген кезде біздің қазақтар негізі көбіне стакан несімен былайынан кесіп жатады, одан кейін ол 3-1, 4-1 штук кетеді. Сондықтан осындай арнайы 450 теңге ма тұрады вроде. Алып алсаңыздар кондитерлік магазинде сіздерге бауырсақ болсын, басқа капкейкке не жасасаңыздар да үлкен көмегін тигізеді. Және де міне осындай жүрек түрлері де бар. Қандай форма керек? Жұлдыз, әртүрлі формалары бар. Бұлар қатты қымбат тұрмайды. Міне спирт міндетті түрде кондуримен жұмыс жасау барысында, міне қазіргі хит болып жатқан кондурин декор барысына қолданылады. Бұл қазір өте қажетті заттардың бірі. Және де міне қараңыздар, декор ретінде жұлдызша торттың бетіне қойғанға. Мастикадан арнайы осындай жасалғандар да бар. Қазір негізі ақшаңыз болса, барлық нәрсе дайын. Мастикантта жасап қойған, барлығы бұрынғы кездерде, мысалы, мамаларымыз бұндай мүлдем болмаған деп айтып жатады. Ал қазір сізде главное желание болса, осының барлығымен жұмыс жасасаңыз болады. Ал енді разлихитель туралы айтып өтейін. Разлихитель, обычно қызыл, сырты қызыл разлихительді 150 теңгелік, соны алсаңыз да болады. Бірақ мен көп қолданатын болғандықтан 1 килограмм, 2 килограмм қып алып аламын. Ең жақсысы осы разлихитель, авалеттікі. Сіздерге советую. Және де алған кезде міндетті түрде годносына қараңыздар. Егер годносы өтіп кететін болса, сіздердің торттарыңыз көтерілмейді, дұрыс шықпай қалады. Соған да үлкен мән беріңіздер. Одан кейін шоколадтарды алған кезде мен осылайынан салып қоямын. Және де бұл уже сіздерге экономный вариант. Яғни сіздер әр шоколадты бөлек-бөлек қып алай беретін болсаңыздар, сіздерде уже расход, лишний расход көп кетіп қалады. Кәдімгі былайынан плита шоколадтарды алатын болсаңыздар. Лучше сіздерге осындай шоколадтарды алыңыздар. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Міне 1 килограммдап, 2 килограммдап сатады. Тортқа қосқан кезде өздеріңізге де удобно болады. Әрі экономный вариант. Посыпканы сіздерге айттым. Мен даже тоз бұрыштарға дейін осылай салып қойғанмын, ыдыстарға. Яғни барлығы жасаған кезде приятно болсын деп. Сол қыздар, бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Бұл ең әуелі қажетті заттар. Бұларды міндетті түрде алып алсаңыздар, өздеріңізге торт жасауда, пирог жасауда оңай болады. Ең қажетті заттар. Бағасы жағын мен сіздерге әрқайсысы қанша тұратынын айтып өттім. Ол әртүрлі магазинде әртүрлі баға. Сондықтан нақты, мысалы, мен нан 1000 теңгеге алсам, сіз басқа жерден 900 теңгеге алуыңыз мүмкін. Әр кондитерлік магазинге байланысты болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, және де видеоларды таратып жіберіңіздер. Қыздар, барлықтарыңызға пайдалы болдым деп ойлаймын. Ендігі видеода қандай видеоны шығарсам екен, оны сіздер комментарийға жазып қалдырыңыздар.